осы жылдың 7-9 октябрь күнлері дәстүрлі мәрте өткерілуі режелестірілген жергілікті контентті асыруда импортты оптималластыру атамасындағы бірінші халықаралық көргізбесі бүгін Ташкент қаласында старт алды. Сөз хабаршымызға. Башқана комитеті хам инвестициялар, санаат хам сауда министрлігі менен шериклікте шөлкемлестірген көргізбенің ашылуына түрлі министрлік хам шөлкемлердің басшылары, халықаралық брендлер, дистрибьюторлар, инвесторлар хам республикамыздың барлық аймақларынан мұрат етілген сплермерлер, сондай-ақ коммерциялық банклердің жауапкерлері де қатынасты. Мағлұмат үшін айтып өтуіміз керек, көргізбеде тек қана қоңсы мемлекеттер емес, Америка Құрама Штатлары, Венгрия, Корея, Мысыр, Азербайжан, Пакистан, Словакия, Кувайт, Япония сияқты мемлекеттерден 30-ға жақын сыртелі компания уәкілдері қатынасу қалауын білдірген. Өзбекстанда бірінші мәрте өткізіліп жатырған бірінші халықаралық Өзбек импорт фейер 2025 көргізбесінде Қарақалпақстан Республикасынан да бірқатар эксперименттер қатынасып жатырыпты. Бұндай лажардың өткізуінің басты себепшісі жергілікті эксперименттерді һәр тараптама қолдап қуатлау, таяр өнімдерді ислеп шығару. Көргізбенің текарғы вазипасы жергілікті ислеп шығарушыларды импорты жоғары болған товарлар хақында анық мағлұматпен тәмінлеу және бір ахметлі тарифы сонда илажды нәтижелі һәм мазмұнлы өткеру мақсатында көрсетіліп отырған өнімдердің жөнелістері 2 павильонда 24 тематикалық блокларға ажыратылды. Олардың арасында азық-ауқат, фармацевтика, транспорт керекли бөліклері, химия, мебель, тері, тоқымашылық санаты һәм басқа жөнелістер бар. Бұнан тысқары көргізбе шеңберінде импортты оптималластыру мәселесі бойынша панель сессияларда болып өтпекте. Көргізбенің нәубеттегі илаждары хақында бағдарламамыздың кейінгі салаларында мағлұмат беріп барамыз.